келген тілді қалай үйренсе болады? Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанель. Және де мен 6 тілде сөйлей аламын. Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанель. Және де кез келген тілді қалай үйренсе болады, сол туралы айтамын бүгін. 3 лайфхак. Кішкене орысша араластырып, ағылшынша араластырып сөйлеймін. Сол үшін дайын болыңыздар. Ең біріншіден өзіңіздің мақсатыңыз қандай, соны сол туралы ойланыңыз. Мысалы, маған оқу үшін керек па, жұмыс үшін керек па, немесе мысалы сізге өте қатты мысалы уикендтің өлеңдерін соны түсінгіңіз келе ме? Просто мотивация, әрбір адамда өзінің мотивациясы бар. Мен мысалы ағылшын тілін қалай үйрендім? Мен Linkin Park деген топтың өлеңдері ұнатты. Ойбай, мыналар не туралы өлең айтып жатыр екен деп өзім түсінгім келді. Содан кейін мен солай ағылшынша үйреніп алдым. Олар маған өте көмектесті. Олардың өлеңдері өте әдемі. Мотобайк жүр. Қазір Үндістанда жүрмін. Содан кейін екінші лайфхак ол өзіңізге мейірімді болыңыз. Ол қалай сонда сіз осы тілмен туылған жоқсыз, дұрыс па? Кішкентай бала қалай тілді үйрену? Оның қасында ата-анасы бар, сол тілде сөйлейтін. Языковая среда дейді ғой, сол языковая среда мен қоршалған сол кісі. Сонда өте көп сағат практика бар сол кісіде, иә. Егер де ол native speaker ана тілі болса, иә, мысалы қазақша қалай үйрендік? Бізде туысқандарымыз болды, ата-анамыз болды, қазақша сөйлеген, қазақша кітап оқыдық. Солай біз практиканы солай жинап алдық, дұрыс па? Сол үшін 100 сағат па, 200 сағат па, 1000 сағат па бізге практика жинау керек. Сол практика қалай жинаймыз? Біз түсіну керекпіз. Мен native speaker емеспін. Мен ана тілім емес. Мыналар қатырып жатыр. Шу. Ой, айналайын, монтаж жасамаймын мен, кешіріңіз. Сол, мен идеальный адам емеспін. Мен оны білу керек емеспін, ана тілді, мен сол тілді оқыған тілімді, дұрыс па? Орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, хинди болсын. Ол тілмен сіз өскен жоқсыз. Сізде осы практиканың сағаттары жоқ. Сол үшін сіз ол тілді білмейсіз. Не значит, сіз тупойсыз или сіз ақымақсыз деген сөз емес. Просто мысалы 100 сағат жиналған жоқ сізде практика, 200, 1000 сағат жиналған жоқ, только сол үшін ғана. Сізге практика жинау үшін осының үшінші лайфхак керек. Ол сізге ұнайтын нәрсе арқылы тілді үйрену керек. Мысалы сіздерге турецкий сериал бар ғой, турецкий сериал ұнаса, онда турецкий тілді сіз тез үйреніп аласыз, мысалы. Немесе сізге музыка ұнайды, мысалы The Weeknd'тің өлеңдері ұнаса, сол ағылшын тілін мысалы солай үйренсеңіз болады. Соны көп тыңдап, сонда біз өзімізге практика сағаттарын қосамыз да. Мысалы 100 сағат сол The Weeknd'тің өлеңдерін тыңдасаңыз, соны аударып, түсініп дегендей, сонда миға кішкене тез қонады да. Егер де сізге контент ұнау керек, ана тілді, сіз оқып жатқан тілді сізге ұнау керек сол нәрсе. Немесе кітап оқу сізге ұнаса, сол ағылшынша кітап оқыңыз, мысалы. Ертегілер, өте жеңіл ертегілерді оқысаңыз. Бірақ оған енді қатты беріліп кету керек тілге. Өйткені егер де сізге ұнамаса, онда өзіңізді қинасаңыз, тіл ол қонбайды, миға түк қонбайды. Сізге ұнау керек именно. Сіз ғашық болу керексіз. Мысалы, Гарри Поттердің кітаптары немесе киноларына ғашық болсаңыз, тілді тез үйреніп аласыз. Телефоныңызды сол ағылшынша қойыңыз, немесе қай тілді үйреніп жатсаңыз, қытайша мысалы үйреніп жатсаңыз, қытайшаға қойыңыз.
сонда өзіңізге сіз тіл ортасын жасайсыз, языковая среда дейді ғой. Сол сұрақтарыңыз болса жазыңыз. Көп рахмет тыңдағаныңыз үшін. Сол үндістаннан сәлем. Мына жерде Қазақстан қымбат болып кетті, сол үшін мен қысқа Үндістанға келдім. Осы жерде арзан, бәрі тамақтары арзан. Сол жақсы, сәттілік тілеймін, жазыңыздар.